وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاء رَمَضَانَ فَأَوْصَى بِهِ أَطْعَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَلِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا نِصْفَ صَاعٍ مِنَ الْبُرِّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. Бұлай дейді, енді біреу өліп өсиет қылып кеткен болса дейді, балам, мен пәленше күн ораза ұстай алмап едім, сонша жылы қазасын өтей алмап едім, пәленше күнім немесе пәленше айым, бірнеше жыл бұрын намаз оқымай жүргенде, ораза ұстамай жүргенде пәленше жыл ұстамап едім, соны осындай жыл деп айтса белгілі ғой, 30 күнден орташа есеппен есептей береміз, 10 жыл деген болса 300 күн деп есептейміз. Сол 300 күнге әрбір күн егер өсиет қылған болса дейді, өсиет қылып, бала шағасын өсиет қылып айтып кеткен болса, оның тірі кезінде өтей алмай кеткен оразаларını жаңа фидиямен өтесек болады дейді, артындағы балалар. Түсінікті? Ал өсиет қылып кеткен болса дейді. Яғни бұл негізі парыз нәрсе әркім өзі істеу керек қой. Бірақ кейбір хадистерде келгендіктен кейбір құлшылықтар басқа өліп қалғаннан кейін де қазасын өтеуге болатындығы, мысалы қажылық. Бір әйелі келіп пайғамбарымыздан сұрайды, әкемнің қайтыс болып кеткен әкемнің қажылығын өтсем бола ма дейді, өтей алмай кетіп еді тірі кезінде деп. Оның мойнында қарызы болса, сен өтейтін бе едің дейді. Иә дейді, ана жаназада сұрайды ғой имамдар. Қарызы бар ма еді? Кімнің қарызы бар? Бар дейтін болса, бала шағасын айтады, мойындарын аласыңдар ма? Болды, жаназасын шығарамыз. Яғни өлген адамның қарызын түсіруге болады кейіннен. Сол секілді пайғамбарымыз сұрайды, қарызы болса, сен оны мойнынан түсіре алатын бен дейді, өтейтін бен? Иә дейді. Қажылығы да сол секілді емес пе дейді. Соған қияс қылып, яғни барлық не олай емес. 5 уақыт намаздар олай келмейді. Оқымай фидия бере сал деген жоқ. Тек қана осы қажылықта қазасын өтесе, және осы оразада, және оның өзіне дейді өсиет қылған болса.